Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен крипто базар. Бізде бүгін әңгіме Астер деген жайлы монета болады. Кеше Астер деген монета рынокқа шықты, және де 15x сразу беріп тастады. Барлығы шулап жатыр. Барлығы СНГ-ның телеграм посттарының бәрі сол Астер жайлы. Енді бұл монета неге өте көп X берді, бұл монетаның қызметі не, бұл монета жалпы не үшін керек деген сұрақтарға бүгін өзім жауап беруге тырысатын боламын. Әрине бұл ақпараттар сіздерді қызықтыратын болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Сол кезде барлығын түсінесіздер, және де ешқандай артық сұрақтарыңыз болмайды. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып, қоңырау басып қойып ұмытпаңыздар. Енді сіздерге бұл ақпарат қатты қызық емес, альтизон трейдинг деген трейдинг сияқты ақпараттар қызық болса, менің соңғы видеомды көрсеңіздер болады. Бұл жерде сол нәрселер жайлы барлық әңгіме айтылған. Енді қараңыздар, ең бірінші проект Астер, бұл кеше айтқандай рынокта пайда болды. Көргендеріңіздей 0,7-0,8 центтен бастап 2 долларға дейін өсті, яғни 13-14x ешқандай қиналмастан берді. Ең бірінші бұл проект неге өте тез өсті? Ол CZ-дің арқасында, яғни Binance-тың директоры CZ Чампион Чау, телеграм посттар жазды. Бұл проектке CZ тікелей қатысы бар немесе бұл тоже CZ-дің проекті болуы мүмкін. Неге? Ең бірінші қараңыздар. Біз қазір Астерге кіретін болсақ, міне көргендеріңіздей фандайзинг қарайтын болсақ, Binance Labs Астерге инвестировать еткен, Apex Finance инвестировать еткен и Binance Labs инвестировать еткен. Яғни бұл Binance Labs тоже CZ-дің фонды. CZ бұл проектке инвестировать еткен, және де өзі телеграмда, твиттерінде рекламасымен айналысып жатыр деуге болады. Бұл Астер деген проекттің. Енді Астер деген проект бұл не? Бұл DEX биржа. Яғни Binance SEX биржа болса, бұл DEX биржа, яғни децентрализованный биржа. Яғни бұл жерде біздің барлық ақшамыз өзімізде болады. Мысалы, централизованный биржаларда біздің ақшамыз ол Binance-тың сол биржаның кошелегінде болады. Яғни сол биржа жабылып қалатын болса, барлық ақшамыз біздің күйеді. Әрине ол кейін соттасып өйтіп алуға болады. FTX-та тоже қайтарып алған адамдар болды, бірақ ол біздің мысалы 1000-2000 долларымызды алу мүмкін емес деп ойлай берсеңіздер болады. Себебі өте үлкен сумма болса, әрине соттасып алуға болады, бірақ 2000-3000 долларды ол сен аламайсың. Сол үшін бұл DEX биржаның айырмашылығы SEX-тан, бұл жерде барлығы ақшамыз өзімізде болады. Қазір мен сіздерге барлығын түсіндіріп көрсетіп боламын. Енді қараңыздар, фандайзинг көрдік. Көргендеріңізде Binance Labs, Apex Finance инвестировать еткен. Одан кейін вестинг қарайтын болсақ, вестинг бұл жерде барлық монетаның 20%-ы қазір рынокта, қалған 69%-ы жабық тұр. Airdropқа 53% бөлінген, яғни өте үлкен пайызы airdropқа бөлінген. Яғни кім бұл проектпен айналысты алдында, проектте кімдер балдар жинады, сол адамдарға өте үлкен airdrop бөлінген айтуына қарасақ. Енді қараңыздар, одан бөлек Time, анау көрсеңіздер, міне airdropтардікі монетасы 2032-ге дейін ашылады. Экосистеманікі тоже 2027, өздеріңіз қарап тұрсаңыздар болады. Бұлар негізінде қараңыздар, қазір бізде 20% ғана рынокта. Барлығы полный пайызы бізде қай уақытта пайда болады рынокқа? 2032 жылы кіреді. Бірақ бізде қараңыздар, басында 56% бізге, осы 2027 жылға дейін 52% анлок болады. Қалған ары қарай уже жай 2032-ге дейін созылады. Астер бұл негізі бұған ұқсас тағы да Hyperliquid деген DEX биржа болған. Қазір мен сіздерге сол DEX биржамен салыстырып көрсететін боламын, себебі екеуі бір-біріне қатты ұқсайды. Екеуінде де фьючерспен торговать етуге болады. Қателеспесем, Астерде даже спот бар, Hyperliquidте спот жоқ. Ең бірінші Hyperliquidтен бастасам, міне Hyperliquid қазір 11-ші орында тұр, market cap 17 миллиард. Мысалы, мына жерден де көрсетіп болады. Міне қазір Hyperliquid 12-ші орында тұр ранғы, және де market cap 17 миллиард, барлық монетасы рынокқа шыққанда 52 миллиард болады. 52 миллиард әрине өте көп, 17 миллиардтың өзі менің ойымша Hyperliquid үшін өте көп. Бірақ Hyperliquid қолданып жатқан адамдар өте көп, себебі шынымен де DEX биржаларға өте көп адамдар кетіп жатыр. Себебі SEX биржалар шынымен де қорқынышты, себебі кез келген уақытта биржа жабылып қалуы мүмкін, риск бар. Ал бұндай DEX биржаларда өзіңіздің кошелегіңізде болады барлық токеніңіз. Мысалға қазір мен көрсетемін міндетті түрде. Мысалы, қараңыздар, енді Hyperliquid екеуі почти бірдей проект, яғни Hyperliquidқа Астер жетіп алуы әбден мүмкін. Әрине ол мүмкін, ондай болмауы да мүмкін, себебі қараңыздар, Hyperliquidте қазір 17 миллиард, бізде
астерде 2,7 миллиард. Hyperliquid'та қанша токен бар қазір? Вестинг қарайтын болсақ, 31%, яғни Hyperliquid'тің 31%-ы қазір рынокта. Қалғандары Locket 23%, 45 не отслеживается, яғни 45%-ы ешкім білмейді, көрінбей тұр. Былайша айтқан кезде бізде Hyperliquid тоже 2028 жылға дейін рынокқа жай кіреді. Hyperliquid білмеймін неге қатты өскенін, себебі шынымен де Hyperliquid шыққаннан кейін өте қатты өсті. Содан кейін маған бұл проект қызық емес болып қалды, себебі шынымен бірден қатты өскен проект, сен қорқасың сатып алуға. Соны қорыққанда дұрыс деп ойлаймын, себебі ол өздері манипуляция жасап өсіруі мүмкін. Енді қараңыздар, 17 миллиард, бізде астерде 2,7 миллиард. Мен просто калькуляторға салып көруімізге болады деп ойлаймын. Мысалы 2,7 хайперге жететін болса, хайперге жету үшін бізге қанша керек? Қазір 10x беретін болса 27 миллиард болады. Жоқ, 2,7 көбейтеміз 5x-қа 13 миллиард. Яғни бізге әлі де астер ешқандай қиындықсыз 5x беруі мүмкін, хайпы жалғаса беретін болса, себебі Hyperliquid екеуі бірдей проект, неге Hyperliquid'қа жетпейді? Яғни ол кезде капитализациясы бізде 13 миллиард болады. Мысалы, CoinMarketCap'тан қарасақ, 13 миллиард бізде не бар? Avalanche бар екен. Яғни осы Avalanche'ның жанына келеді. CoinMarketCap'тағы рейтингі 15-16 орындарда болады. Астер, яғни тағы да 5x беретін болса, ол кезде Hyperliquid'қа жақындайды. Енді қараңыздар, мен Hyperliquid осы уақытқа дейін қолдандым, менде опыт бар деп айтуға болады. Астер. Енді қараңыздар, мен қазір Астер мен Hyperliquid'тің платформаларын салыстырып көретін боламын. Ең бірінші Астерде қазір airdrop деген әлі тұр кнопка. Бұл неге тұрған білмеймін, бірақ менің ойымша екінші, үшінші фазалар болуы мүмкін. Тағы да бізге осы астерде торговать еткеніміз үшін бізге балдар беріп, ол балдарымызды, яғни астер монетасына ауыстырып алуға мүмкіндігіміз болуы мүмкін. Ең бірінші сол. Одан кейін бұл жерде қараңыздар. Бұл жердің Hyperliquid'тен айырмашылығы, бұл жерде спот бар екен. Яғни бұл жерде біз спотқа сатып алуымызға мүмкіндігіміз бар. Көргендеріңіздей, бұл жерде осындай монеталар бар. Ол өте аз, яғни монета әлі өте аз. В основном эфир, BTC, астердің өзі болды. Басқалардың барлығы ашылды. USDT-лар, одан кейін бізде DEX-тарда осы Hyperliquid пен неде астерде көргендеріңізде фьюч бар. Яғни біз кәдімгі Binance, Bybit-тегідей фьюч пен торговать ете береміз бұл жерлерде де. Бірақ қараңыздар, астерде что-то плечолар өте үлкен. Деген, мысалы қараңыздар, мен Бераны торговать еткім келеді. Бераны қоямын. И менде көргендеріңіздей 75-ші плечоға дейін бар. Бұл жерде плечо өте үлкен. Өте үлкен болғанда 75 негізі қатты көп емес. Мысалы бізде неде биткоинда 1001 плечо бар. 750 плечо бар. Бұл деген өте рискованный нәрсе. Негізі плечо өте көп болған сайын риск те көп болады. Сол себепті де бұл негізінде именно Hyperliquid пен Астер осылай трейдерлерге арналған нелер. Былайша айтқан кезде именно трейдерлерге арналған платформалар, себебі бұл жерде жаңа айтқандай спотта монета өте аз, Hyperliquid'те почти спотта жоқ. Бұл жерде в основном сол фьючпен торговать ететін адамдарға арналған. В основном үлкен плечалармен торговать ететін болса, және де жаңа айтқандай бұл жерде секс биржаларға қарағанда риск аз, себебі біз өзіміздің кошелегіміз арқылы кіреміз. Яғни барлық біздің монеталарымыз біздің кошелекте болады. Мысалы, коннект басам, мен Rabbit қосам. Rabbit Wallet қостым. Міне. Енді кошелек қосылды. Сет әзірге Arbitrum мен BNB Chain ғана бар екен. Жақын арада, по идее, барлық сеттер қосылу керек бұл жерге де міндетті түрде. Одан кейін Approve USDT басам да мен торговать ете беремін уже. Менде себеп кошелек қосылып тұр. Ал Hyperliquid'қа келетін болса, Hyperliquid'те осыған ұқсас нәрсе. Hyperliquid'та монеталар бірақ әзірге өте көп. Спот бар екен бізде де. Жоқ, Hyperliquid'те де спот бар екен. Яғни Hyperliquid'те де спотқа сатып алуымызға болады. Енді қараңыздар, менде Solana мысал басам. Solana'да плечо бізде бұл плечо емес, бізде плечо ана жерде тұр. 20-ға дейін бар екен, 20-ші плечоға дейін бар екен бізде. Hyperliquid'те плечолар көргендеріңіздей неге қарағанда азырақ. Астерге қарағанда плечолар аз. Мысалы, Астердің өзіне қазір тек максимальный плечо 3-ге дейін ғана барады екен. Бұл жерде де дәл солай. Біз өзіміздің кошелегімізді қосамыз, кошелегімізден керек ақшаны депозит басамыз.
салып аламыз осы жерге и торговать етеміз. Бұл жерде мен алдында торговать еткен, менде баланста қазір қателеспесем тиын тебен бар, $0.58. И история бар менде. Трейд история қарасақ, менде аниме деген токен торговать еткен біраз уақыт, одан кейін VLD, биткоин торговать еткен, и сосын эфир торговать еткен. Әрине бұл жерге мен алдын қателеспесем airdrop берген кезде торговать еткен. Бұл жерде типа бізге торговать еткен үшін airdrop берген. Мен қателеспесем $50 салып, үстіне $50 маған кейін бонус берді. Яғни мен уақыттары бар бұл жерде. Мысалы аниме деген токенді 2025 жылы торговать еткен. Бірінші ай, міне, бірінші ай, екінші ай. Одан кейін мен біраз уақыт бойы кірмей кеттім. Кейін кірген кезде уже менде бонус болды. Одан кейін бонуспен мен VLD, BTC-лер торговать еттім. Яғни бұл жерге мен қателеспесем $50 салдым, $50, одан кейін маған бонус беріп, барлығын осы платформаның ішінде тастап кеттім. Былайша айтқанда, барлығын мен осы жерде минус, менде барлығы осының ішінде жатыр. Көргендеріңіздей, бұл жерде тоже дроп болды, астер секілді. И бізге дроп берді. Ну, дроп бергенде торговать еткен оборотына қарай қателеспесем беретін еді USDT. Маған солай берген. Одан кейін, ал бұл жерде бізге астер деген монетаны береді, өзінің монетасын береді. Яғни біз бұл жерде астерді торговать етеміз, бізге балдар береді, и ол балдарымызды өздері автоматты түрде монетаға айырбастап береді. Бірақ қазір дроп бітіп қалған, себебі бұл жерде уже клейм тұр. Көргендеріңіздей бассақ, міне клейм бізге сентябрьдің 17-сі мен октябрьдің 17-сінен біз клейм етіп алуымыз керек. Connect File. Енді қазір астер монетасын сатып алуға болады ма? Мен шынымды айтамын, болады болмайды деп айта алмаймын. Мен өзім әзірге сатып алмаймын, себебі тағы да $1 дейін құлауы мүмкін, тіпті одан да төмен құлауы мүмкін. Сол кездерде мүмкін сатып аламын. Бірақ қазір бұл өте үлкен риск, себебі монета шынымен де капитализациясы өте үлкен. Өте үлкен емес, енді капитализациясы шынымен үлкен. Астер көргендеріңіздей 2,6 миллиард солай. Ал бізде Hyperliquid, менің ойымша, бұл шынымен операционный монета деп санаймын өзім. Және де бұл жерде тоже капитализациясы Hyper'дің де өте үлкен деп санаймын. Ол енді қараңыздар, бізге если тағы да 5x беретін болса, астер ол кезде уже астердің капитализациясы почти Hyperliquidке жақындайды, яғни 14 миллиардқа дейін көтеріледі, жаңа айтқандай. Сол себепті де бұл жерде риск бар. Әрине $1 төмен түсетін болса, $0.5-$0.4 дейін қайтадан түсетін болса, мен алуым мүмкін. Бірақ әзірге мен астерді алмаймын. Әрине сіздер аласыздар ма, алмайсыздар ма, әркім өзі біледі. Мүмкін бұл ары қарай да көтерілуі мүмкін, яғни $4 дейін ешқандай қиындықсыз жетуі мүмкін. Сол үшін әркім өзі біледі. Ал енді видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, қоңырауын басып қойып ұмытпаңыздар.